Ассалаумағалейкум қазақ елі. Қазақ елі осы қоғамда үлкен талқылап жатыр. Қазақстан Республикасының депутаты Ринат Зайытов айтып жатыр, осы 80% жемқор, ол намазхандар деп. Енді негізі 80% Нұр Отан, полиция, КМБ қызметкерлері бәрі қазір Карим Масимов. Соны неге айтпайды? Мен таңғалғаным, қазір Назарбаевтың бұрынғы командасын айтып жатыр. Бірақ қоғамды басқа жаққа ойын ауыстырып жатырды. Қазір Ресейге ең үлкен уран кен өндіріс шығаратын жерді, топырақты Ресейге берді. Қазақстан Республикасының мынау енді мен ойлаймын, ол қауіпсіздік мәселесі, мынау қант фабрикасын, Тараз ең үлкен қант шығаратын заводын Ресей олигархтарына беріп жатыр. Ресей олигархтары қазір мынау министр қазіргі тағайындаған жаңадан, ол Ресей Федерациясының азаматы, қалай ол Қазақстанның министрі болды? Сондай сұрақтар туындайды. Сонда қызық, атом электростанциясын салуға қазақ халқы, қоғам қарсы. Неге сондай тақырыптарды Ринат Зайытов, Абзал Құспан, Ермұрат Бапи, Мақсат Толықбай, солар неге соны айтпайды? Неге бізді, қоғамды басқа жаққа ауыстырады? Шекара мәселесі, мысалы Ресей Федерациясымен бізде әлі демаркация, шекараның демаркациясы біткен жоқ. Атырау облысында білесіздер, былтыр үлкен дау болды. Ресей шекара қызметкерлері 20 шақырымға кіріп кетті, халық көтерілді. Содан үлкен дау болғасын, ол Ресейдің шекарашылары артқа шегінді. Сол тақырыпты неге көтермейді? Байқоңыр мәселесі, Казатомпром. Енді біліп жатсыздар, бұрынғы қазір Қайрат Боранбаев сатып алдың мүлкілерін тартып алып, миллиардтаған долларларды бұрынғы Назарбаевтың туысқандарынан алып, оны кімге беріп жатыр? Оны прозрачность бар ма? Оны кім тексеріп жатыр? Ашық ақпаратқа сүйенсек, бүкіл қазір Назарбаевтың олигархтарына тартып алған мүліктерді Ресейдің олигархтары алып жатыр. Оған қазаққа қандай пайда, бір пайда түсті ме? Ал сатып алды да қазір айтып жатыр, 200 пәтер бар дейді. Оны бәріміз білеміз. Одан не пайда? Оны айтты, шулады, ютубтан болды. Ол пәтерді көп балалы аналарға беріп жатыр ма? Неге соны депутаттар соны кәмпескелеп, неге соны мемлекетке, акиматқа өткізіп көп балалы аналарға неге таратпайды? Қысқасы, бізді тек қана хиджаб мәселесі, мынау намазхандар бюджет ақшасын ұрлады екен. Олар кім? Олар Нұр Отанның қазіргі Аманат партиясының мүшесі ғой. Тіпті мынау қаңтарда оқ атуға бұйрық берген, заңсыз өтікпен күйдірген полицейлер не болып жатыр? Қазір заңсыз сотталған, түрмеде азаптап жатқан, пытка жасап жатқан Тимур Дөненбаев туралы неге көтермейді Ринат Зайытов? Қайдағы жоқ, бір нені алды, халыққа бір сүйегі лақтырған секілді. Ал біз соны талқылап жатыр. Мына жақта қазақтың ата-бабаларымыз бізге аманат қалған топырағымызды тегін беріп жатыр. Казатомпромға, Ресейдің олигархтарына. Оны айтпайды. Жоқ, айтатыны хиджаб битті, намазхандар сөйтті. Осыдан сақ болайық, өйткені қараңыздар, біздің үкіметте аппарат президенті да істеп жатқан Дәурен Абаев, қазіргі аппаратты басқаратын Ерлан Карин, олар бүкілі Ресей Федерациясында, Москва қаласында Академия госслужбы при президенте Российской Федерации соны бітірген түлектері, соны
сіздер ғой, ол үлкен политтехнологтар, Ақордада үлкен институттар бар. Ринат Зайытов неге айтпайды? Бүгін биыл мысалы орыс тілі деп жариялады Тоқаев. Неге бізге Қазақстанға не керегі бар? Орыс тілін Қазақстанда дамыту. Неге орыс тілі жылы деп жариялайды? Неге орыс тілін дамыту институтын ашты? Оған бюджеттен миллиардтаған теңге бөлінді. Неге соны көтермейді? Сол маңызды ғой. Атом электростанция қаншалықты бізге керек, және Ресей соғысып жатыр, иә? Ресей өзі ыдырап, өзі не істерін білмей, Москваны қазір бомбалап жатыр. Иә? Қазіргі геосаяси қиын жағдайда соғысып жатқан мемлекетке атом электростанциясын салдыру, ол нағыз надандық, топастық деп есептеймін. Неге соны депутаттар айтпайды? Неге халықты бізге алдап тағда қайталайды? Осындай сүйекті лақтырып жатырды. Осыдан сақ болайық, өйткені бұны Ресейде оқу бітірген біздің политтехнологтар халыққа осындай Ринат Зайытов арқылы бізге халықты алдау үшін, көңілді басқа жаққа аудару үшін жасап жатқан ақпарат деп есептеймін. Рахмет.